Бұл оқиға 2 жыл бұрын басталған болатын. Әкемді бір кісілер көлікпен қағып кетіп, содан бері 2 жыл өтті. Әкем комада жатыр, көзін ашпай. Мен қазір соларды іздеп таптым. Менің мақсатым енді олардан кек алу. Әкем үшін. Әкем үшін кек алмай қоймаймын. Көресіңдер, барлықтарының бастарын кетеді. Барлықтарың естіген шығарсыңдар хабарды. Товар уже халада. Ертең кірсеміз. Тек план бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Түсіндіңдер ме мені? Иә, түсіндік. Қай күні қай жерде екенін айтсаңыз болды. Барлығын жасаймыз. Ол тас өте бағалы тас. Так что өте мұқият болыңдар. Түсінікті ғой. Жігіттерге жақсылап ақшасын төлесең болды. Уайымдама, қатырамыз. Кеш жарық. Көп болды көріспегенімізге. Не жаңалық? Бәрі жақсы. Аманшылық па? Неге іздедің? Менде саған жақсы ұсыныс бар. Ақшасын жақсы төлейм. Жақсылап жасасаң. Ақшасын берсең, бәрін қатырамыз. Ол жағынан қам жеме. Тек менің айтқанымда істесең болды. Айта бер, ол қандай шаруа? Ақшасы жақсы төленетін. Мені әкемді өлтірмекші болған адамдардан кек алуым керек. Түсінікті ме? Олар кімдер сонда? Мен таним ба? Сұлтан мен Юсуп танитын шығарсыңдар. Соларды өлтіру керек. Түсінікті. Мұқият тыңдаңдар. Музейге кіріп товарды тез алып шығуымыз керек. Түсінікті ме? Юсуп. Жарайсың, Юсуп. Тағы бір арманыма қол жеткізім сенің арқаңда. Жағдай нашар. Дымын қалдырмай. Бәрін алып кеткен. Как всегда, выживаем десишь? Жарайды. Бастық ұрсып жатыр, отчет қайда деп. Айтпадың ба жасап жатырмыз деп? Не бізде? Робот көре ма? Видеозапистерді біраздан соң алып келеміз деді. Күтіңдер деді. Басеке, тыңдап тұрмын, айта беріңіз. Мынау неге тұрып күн алмай жатыр? Қайда жүр екен?
Шеф, телефон соққан екенсіз. Тыныштық па? Тыңдап тұрмын. Айта бер, тыңдап тұрмын. О, Юсуп, қалың қалай? Жақсы, өзіңіз? 2 күннен кейін Михаил келеді қалаға. Товарды көруге. Түсінікті ме? Түсіндім. Сенімді адам ба өзі? Қазір адамдарға сенуге болмайды. Сақтықта қорлық жоқ дегендей. Иә, тексерістен өткен жігіт. Барлығын біліп, сұрап алдым. Өте дұрыс жасаған екенсіз. Сенімді адам болған жақсы ғой. Дұрыс айтасың. Сақтықта қорлық жоқ. Кішкене бақылап жүр артынан. Түсіндім. Айта бер, не жаңалық бар? Не бітірдің? Біраз аңдып көрдім. Иә, тегін адамдар емес. Иә, тегін адамдар емес. Сенің әне бір хаккер досың тірі ме? Иә, тыныштық па? Маған біраз ақпарат керек. Проблема жоқ. Айтайын. Ертең хабарын берем. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Қалайсыз? Аман есен жеттіңіз бе? Иә, бәрі жақсы, бәрі керемет. Бәрі жақсы болса болды ғой. Алло, қайдасың? Сөйлесе аласың ба? Үйде демалып жатырмын. Тыныштық па? Кездесу керек. Келе аласың ба? Жарайды. 1 сағаттан кейін болам. WhatsApp-пен жібердім. Местоположениені. Достар, жағдай былай, тыңдап алыңдар. Тыңдап тұрмыз, айта бер. Жақында музейде болған жағдайды білесіңдер ме? Естідіңдер ме? Иә, естідік. Ол жердегі алмазды Сұлтан мен Юсуф ұрлаған. Шын ба? Шын айтып тұрсың ба? Менің источниктерім айтты. Алмаз олардың қолында, жақында сатуға шығарады. Керемет жаңалық екен. Солай емес пе? Дайындалың. Жотам, не хабар? Михаилды күтіп алдың ба? Аман есен жетті ме? Иә, күтіп алдым. 1 сағаттан кейін маған кітапханаға алып келіңдер. Түсінікті ме? Жарайды. Отельдің жан-жағын тексеріңдер. Мұқият, сақ болыңдар. Жаман айтпай жақсы жоқ. Тіс қайрап жүргендер жетеді бізге. Түсінікті.
О, Михаил, как дела? Как доехал? Аман есен жеттім. Өзіңіз қалайсыз? Не жаңалық? Досым, бізге бөлген уақытың үшін саған үлкен рахмет айтам. Оқасы жоқ. Міне саған айтқан товар. Қанша тұрады деп ойлайсың? Бағасын бере аласың ба? Жақсы бағаға сатсаң, пайданың 5% сенікі. Келіскендей. Көрініп тұр. Нағыз алмас екені. Тамаша. Мен бизнесте шынайы адамдарды жақсы көрем. Өтірік сөйлейтін қылтың-шылтыңдарды жақтырмаймын. Егер мені лақтырсаң, арты жаман болады. Есіңе мұқият сақтап ал. Ол жағына қамшы емеңіз. Жақсы бағаға сата аламын мен. Көресіз. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Атыңыз кім? Сұлу қарындас? Есімім Ванесса. Қайдан келген жігітсіз? Бұрындары көрмегенмін. Жергілікті? Жай ғана саудагермін. Қандай керемет. Саудагер жігіт. Менімен көңіл көтеруге қалай қарайсыз? Көңіл көтерген ұнайды, бірақтан да бүгін емес. Түсіндім. Менде жақсы жаңалық. Есік менің қармағыма түсті. Күтіңдер. Кешіресіз, мен душ қабылдап едім. Сіз қайдасыз? Домның алдында, көліктің ішінде отамын. Домның алдында тұрсаң, 10-шы қабатқа көтеріл. Не хабар? Не жаңалық? Айта беріңіз. Бәрі күшті, бәрі керемет. Рахмет саған. Немен шұғылданасыз? Кім бол жұмыс жасайсыз? Мен жұмыс жасамаймын. Мен махаббат үшін жаралған адаммын. Өте керемет. Әңгімеңіз маған ұнап отыр. Ертең кешке офистеріне кіріп, алмасты іздеп қараймын. Үмітсіз шайтан, алмас офисте тұр деп ойлаймын.
Тез Рашид мында бізді тонап кетті. Офисін барып ақтарып төңкеріп келдім. Еш нәрсе жоқ. Қырсық. Енді не істейміз? Бір ойың бар ма? Олар шетелден бір саудагерді шақырыпты. Қазір қалада екен. Солай ма? Ол кім? Аты Миша, нағыз айлакер. Сол жігітті ұстап алып бір нәрсе істеу керек. Амал сол ғана. Енді оны өзің шешесін деп ойлайым. Ал мен Исукпен шұғылданам. Бізге сақ болған артық етпейді. Бүгінгі менің ісімнен кейін. Кім бүлдіргенін білмеймін. Бірақтан да нағыз профик. Ізде. Қолымнан келгеннің барлығын жасаймын. Уайымдамаңыз. Әлде де алмасты басқа жаққа тыққаным дұрыс болған екен. Алып кетсе бітіп едік. Дұрыс жасағансыз. Кімнің мұрын соғып жүрген біліп берем. Жерден қас, көрден қас табуым керек. Кім болса да. Мына жерін дым қалдырмай тазалаңдар, тездетіп. Кешірші мені, досым. Кешірші. Енді сен үшін кек алмай қоймаймын. Еңсеңді бас. Жылама. Бәрі жақсы болады. Сөз берем, мен шеттерінен оларды қыратым болам.
қылмыскер кім болса да өте қауіпті. Қалайда табуымыз керек. Иә, айтпа. Нағыз жауыз екен. Жан жақтағы камераларды қараңдар. Мүмкін табылып қалар. Иә, барлық жер тінтіп жатырмыз. Бірақ еш нәрсе жоқ. Жігіттерді кім деп ойлайсың? Қырып жүрген. Білмеймін. Бірақ қазір іздестіріп жатырмын. Ана хаккер жігітті өлтірудің қажеті жоқ еді. Сол бала өлген соң артымызға түсіп отыр олар. Кім екенін тез арада біл. Арты жаман болмас бұрын. Иә, түсіндім сізді. Міндетті түрде. Егер қарсыға маған тиетін болса, оңдырмаймын. Ескертіп тұрмын. Ана орысқа айт, мен келістім ана ақшаға. Ертең кешкісін келсін ана клиентпен. Үніңді шығарма, өлгің келмесе. Тірі қалғың келсе, сауда қай жерде болатын айтасың. Әзірше мен товарды алатын клиент тапқан жоқпын. Сенің табарының керек жоқ. Менің мақсатым кек алу. Әкем үшін. Құлақтан теппей шыныңды айт. Миыңды шашып жіберем қазір. Шынымды айтып тұрмын. Маған да өмір керек. Мен де өмір сүргім келеді. Өмір сүргің келсе, бізге көмектесесің. Кейін ана алмасты ала берсең болады. Жақсы, мен келсем. Егер алдасаң, қаладан тірі шықпайсың. Есіңе сақтап ал. Жарайды. Түрің бір түсті, мазаң жоқ қой. Тыныштық па? Кішкене шаршағаным болмаса, бәрі жақсы. Уайымдап жүрмін кішкене. Бұйырса клиент ертең кешкісін Пекиннен ұшып келеді. Дұрыс. Күтудеміз. Дұрыс адам деп ойлаймын. О жағынан қамшаймеңіз. Өте ақшасы бар кісі. Талай асыл тастарды сатып алған. Саған сеніп отырмын. Бірақ үрей бар. Білесің ғой, арзан тас емес. Пассажиры авиакомпании «Глобус», опаздывающие на посадку на рейс 91-87 в Шамбере, срочно приглашаются на посадку к выходу. Қош келдіңіз. Аман есен жеттіңіз ба? Қош көрдік. Я, бәрі тамаша. Бұрындары біздің әсем қалада болып бедіңіз? Я, болғанмын бұрындары. Әсем қала, маған ұнайды. Қош келдің бауырым. Түріңе қарасам, қазақ сияқтысың ғой. Рахмет. Қытайдың қазағымын, сонда туып өскенмін. Жақсы бауырым. Бізбен кездесуге келіскеніңе рахмет. Бұл жігітпен талай жұмыс жасадым. Өте сенімді жігіт. Көрініп тұр. Бізде қазақтарда бір-бірін лақтыру деген жоқ қой. Солай емес пе, бауырым? Әрине, сізде ағалармен жұмыс жасау мен үшін мәртебе. Табарды қазір көрсетеміз бе? Әлде кейінге қалдырамыз ба? Кейінге қалдырайық. Бауырым жолдан шаршап келген шығар. Кішкене бір демалсын. Юсуп, қонағымызды бір жақсы жерге апарып демалдыр. Қалайсың сұлу қарындас? Көп күтіп қалған жоқсың ба? Кеш жарық. Өзің қалайсың? Не жаңалық? Танысып қой. Менің қонағым, Қытайдан келген жігіт. Мұрат, Не ішесің? Я угощаю. Не жұмыспен келдіңіз мұнда? Если не секрет. бизнеспен шұғылданам. Бір нәрсе сатып алуға келгенмін. Менің досыма құрбыларым жоқ па? Көңіл көтеретін?
Кеш жарық, менде саған керемет жаңалық бар. Айта бер, тыңдап тұрмын. Даусыңа қарағанда жақсы жаңалық қой. Керемет жаңалық. Клиент қалаға ұшып келді. Ертең кездесеміз. Сауда қай жерде болатынын, қай уақытта болатынын өзім хабар берем. Жарай ма? Жарайды. Жақсы жаңалық бар дейді ғой сенде. Айта бер, қуант бізді. Жақсы жаңалық болғанда сатып алатын клиент келді. Бірақ қай күні сауда болатын әлі айтқан жоқ. Белгісіз. Мен жалпы сөзімде тұратын қызбын. Егер менің айтқанымды орындасам, ана алмас сенікі. Сол алмас менде қалады деген үмітпен шабыттанып жұмыс жасап жатқан жоқпын ба? Сұлтанды алдау қиындау. Қасында Юсуп деген қасқыр тұрғанда. Оны уақыт көрсетеді. Кім-кімді алдайтын көреміз. Ол жауыздардың қолынан талай адам мерт болды. Түсінесің бе? Қой, мен кеттім. Менен міндетті түрде хабар күтіңдер. Жақсы. Я, аман есен жеттім. Бәрі жақсы. Кездестім. Әлі көрген жоқпын тауарды. Ертең көрсетеміз деді. Бұйырса, жақсы. Шап сөйлесе аласың ба? Иә, тыңдап тұрмын, айта бер. Ана саудагер бір нәрсе былықтырып жүрген сияқты. Біздің сыртымыздан телефонмен сөйлесіп жатырған жігіттер естіген. Оның кіммен сөйлескен қалай да анықтаңдар. Біліңдер, тездет. Кеш жарық, бауырым. Қалайсың? Я, айта бер, тыңдап тұрмын. Біз сені іздеп жүрсек қаладан. Сен жай ғана серуендеп жүрсің ғой. Қызыл көздер жаңа маған шабуыл жасады. Аналар біздің ізімізге түскен сияқты. Қырсық, жетпеген осы еді. Сақ бол. Бізге команда керек. Тез арада жігіттер жинауымыз керек. Келісем, танитын жігіттердің бәрін шақыр. Отырып сөйлесейік. Дайын болуымыз керек. Олар бізге кез келген уақытта шабуыл жасауы мүмкін. Ал, айта бер. Безделіліктер. Отчет дайын ба? Иә, аз-маз қалды. Ертең дайын болады, бұйырса. Бір апта болған жоқ па мен сендерге айтқаныма? Жоғарыда бастықтар басымды қатырып жатыр айқайлап. Музейде болған қылмыстық іс не болды? Бір нәрсе табылатын түрі бар ма? Сұлтан деген бизнесмен танисыз ба? Иә. Сол кісінің шатысы бар сияқты. Сол кісінің офисіне барып тексеруге маған ордер керек. Мен саған ордерді алып берем. Бірақтан да мына істі қалайда жабуымыз керек тестедім. Айта бер, не айтасың? Таптыңдар ма? Иә, таптық, бірақ нағыз профессионал, мықты. Жалғыз өзі жүретін жауынгер, ақшаға жалданады. Өте қауіпті. Сонда не айтпақ ойың бар? Айта бер, құлағым сенде. Не де болса оны біреу жалдаған, ақшаға кек алу үшін. Ол жігітті тездетіп табуың керек. Бізде проблема болмастан бұрын. Түсінікті ме? Жақында бізде үлкен сауда болады. Соған қырсығы тиіп кетпесін. Сақ болуымыз керек. Түсіндім. Оған дейін тауып, көзін құртуға тырысам, уайымдама. Бастық кабинетке шақырып алып айқайды басты. Деланы не істедіңдер деп. Обалың жоқ. Айтқан жоқпын ба тездетейік деп. Өзің шірген қопырап. Сұлтан бизнесменнің офисін тексеруге ордер сұрадым. Я, не айтты? Иттеріңді басыңа аптап жүрген жоқ па? Бет табақтай болған шалдан құтылатын күн бар ма екен, а? Достал просто. Майлы орнын өлсе де ешкімге бермейтін шығар ол шал. Кешегі құтылып кеткен жігітті табуымыз керек.
клиент 2 есе ақша төлеймін дейді. Ол жігітті ұстау оңай емес. Кеше 1 минуттың ішінде 3 жігітіміздің көзін құртты. Ақша керек болса ұстау керек. Ол сұмырайды, тездетіп. Сонда қанша төлемек ойы бар? Сол маған қызық болып тұр. Саспа, жетеді. Біздің мақсатымыз оны тездетіп қолға түсіру. Жарайды. Бүгіннен бастап жақсылап, қадағалап қолға аламын. Біз сіздерді жинаған себебіміз кек алатын уақытымыз келді. Мен жеке басым әкем үшін, тартып алған жер үшін күресемін. Бәріміз бас қосып кек алайық. Жерімізді қайтарып алайық. Қараңдар, біздің арқамызда байып білгендерін жасап жатыр. Оларды одан сайын мазықтырмай, қалайда көздерін жою керек. Қашанғы осылай жүре береміз. Жетет осы біздің көрген қорлығымыз. Жетет. Бауырлар үшін, жер үшін кек аламыз, кек аламыз. Олардың түбіне жетпей қоймаймыз. Я, дұрыс айтасың. Келсем. Солай емес па, жігіттер? Біз қалайда ол жігітті ұстауымыз керек. Түсіндіңдер ме? Жарай ма?
оңтүстік айналымдағы трасса жабылсын. Оңтүстік айналымдағы трасса жабылсын. Тағы да айтамын, барлық посттар жабылсын, бұл кісілер өте қауіпті. Барлық посттар жабылсын, бұл кісілер өте қауіпті. Тағы да айтамын, барлық посттар жабылсын, бұл кісілер өте қауіпті. Қалайда қолға түсіру керек? Тездетіңдер. Түсіндірме, жіберіп болмаңдар. Тағы да айтамын, барлық посттар жабылсын, бұл кісілер өте қауіпті. Жаңа ғана қала сыртындағы үлкен трасса бойында ат шабыс болды. Қаза тапқандар бар. Біздің студияға арнайы ішкі істер бөлімінен Джон Мырза келіп отыр. Бір-екі сұрақтарымызды қойып, ақпарат алайық. Қазірге келіп түскен ақпараттар бойынша бұл ат шабысты жасаған қызыл көзділер қылмыстық тобы деп отыр. Алло, қайда жүрсің? Қалада жұмыстармен. Тыныштық па, айта беріңіз. Ана қызыл көзділер не бүлдірген? Бастар жасай ма түсінбедім. Білмедім не бүлдірген. Қазір телефон соғып сұрайым. Кешкісін бәрің жиналыңдар. Мен олардың бастарын жұлам тірілей. Қылмыскер мотоциклін тастап, суға секіріп кеткен, іздеп жатырмыз. Іздетіп қалайда табуымыз керек. Басымыз кетпестен бұрын. Қайықтарды суға жіберіп, жағалаудың барлығын тездетіп іздеңдер. Досым, айта бер, тыңдап тұрмын. Не болып жатыр? Бастық айқайлап, басты кетіріп жатыр ғой. Тыныштық па? Ана жігітті ұстамақшы болып едік, тағы да жібертіп алдық. Жолда біраз қақтығыс болды. Дұрыс болмаған екен. Кешкісі бастық шақырып жатыр. Жігіттерге айт, келсін. Түсіндім. Біз міндетті түрде келеміз. Уайымдама. Не болды? Не айтып жатыр, айта бер. Жағдай нашар. Кешкісін жиналу керек. Сұлтан шақырып жатыр. Мен саған ескерткенмін. Өте қауіпті жігіт екен. Оңай емес тау. Дұрыс айтқан екенсің. Бірақ та ол жігіттің түбіне жетпей қоймаймын мен. Оны ұстау үшін енді төменгі районға барып, әр үйді тінтеу керек. Дұрыс айтасың. Одан бұрын бірақ түк пайдасы жоқ біреулердің көзін құрту керек. Ал, айта бер. Құлағым сенде. Тыңдап тұрмын. Ана қызыл көздер артыма түсіп, біраз қиындық тудырды. Естіп көріп жатырмыз. Жаңалықтардан көрсетті, не болып жатырған. Зорға қашып құтылдым. Өзенге суға секіріп көпірден. Түсінем. Қандай жағдай болмасын, қойылған мақсатқа жетуіміз керек. Қалайда? Мен бас тартып тұрған жоқпын. Айтылған сөз, атылған оқ. Ана орыстан хабар келген жоқ па? Қайда сауда болатынын айтқан жоқ па әлі? Жоқ. Ешқандай хабар жоқ. Айтпады. Күтіп отырмын. Тез айтса дұрыс болар еді. Мыжымай тездетіп бастайтын. Бүгінгі шабуылдан кейін қызыл көздердің барлығының көзін құртам. Сені асықпа, ашуланба. Уақыты келеді. Сондаласын кегіңді. Қызыл көзділер, сендер не бүлдіргендерін білесіңдер ме бүгін? Ойланбай. Бізден қате кетті. Кешіресіз, енді қайталанбайды. Саған ешкім сөз берген жоқ, үніңді ұшыр. Мен мына шалдан сұрап тұрмын. Кешіресің, біз ол жігітті тестаймыз деп ойлағам. Бұлай болатын білген жоқпын. Сенің кешірім сұрағаның бір теңге де қажет жоқ. Сенімді ақтай алмадың сен шал. Мына шалдың көзін құртыңдар тездетіп, мыңғырлатпай. Ішкі істер бөлімінде пресс-конференция болады бүгінгі жағдай бойынша.
Иә, түсіндім. Барлығын дайындап қоямын бұйырса. Сол уақытты пайдаланып, ана алмазды тездетіп сатуымыз керек. Түсінікті ме? Кеш жарық сөйлесе аласыз ба менімен? Я, айта беріңіз, тыңдап тұрмын. Өкінішке орай, әкеңіз осыдан 5 минут бұрын көз жұмды. Біз сізді ауруханада күтіп отырмыз. Тездетіп келіңіздер. Мұқият тыңдап алыңдар. Ертең түс қайда сағат 3-те сауда болады. Мекен-жайды WhatsApp-пен жібердім. Тозақта кездескенше сұмырай. Сатқын. Бұлай жылап отыра бергеннен пайда жоқ. Өз-өзіңді қолға ал. Алға қойған мақсатқа жетуіміз керек қалайда. Қалай жыламайсың, қалай? Түсінесің бе? Мен қазір қу жетім болып қалдым. Әкемнен де айырылдым. Шешең өлді. Оның артынан кеше әкең өлді. Біз өз-өзімізді қолға алып, аналарды қалайда жеңуіміз керек. Әкетай, кешірші мені. Көзіңнің тірісіне кек ала алмадым. Кешірші мені, әке. Құрметті журналистер, бүгінгі пресс-конференцияға қош келдіңіздер. Барлықтарыңыздың сұрақтарыңызға жауап береміз деген үміттеміз. Кешегі трассада болған қылмыстық қызыл көзділер қылмыстық тобы жасаған ба? Сол үшін ба? Иә, қызыл көзділер қылмыстық тобы. Себебі бізде көптеген дәлелдер бар. Соған жүгініп отырмыз. Солардың кінәлі екенін біліп отырып, неге оларға шара қолданбай жатсыздар? Неге ұстамай жатсыздар оларды? Оларды ұстау оңай болмай жатыр, бірақтан да қаланың барлық жерлеріне іздеу салып жатырмыз. Пресс-конференция енді басталды. Сендерде 1 сағат уақыт бар. Жігіттер, міне біздің кек алатын күніміз келді. Олар бізді аяған жоқ. Жерімізді, үйімізді тартып алды. Біз де оларды аямай, қалайда көздерін құртуымыз керек. Бауырлар, Олар бізге тесіле алмазды шетелге сатып жібермекші. Міндетті түрде, білесіңдер ме? сол жауыздардың қолынан біріміздің ағамыз, біріміздің ініміз, біріміздің әкеміз мерт болды. Сондықтан да олардың бүгін көздерін қалайда құртуымыз керек. Міндетті түрде.
Не болды? Бәрі жақсы ма? Ойдағыдай тыныш өтеді деп ойлаймын. Иә, бәрі ойдағыдай. Уайымдамаңыз. Ассалаумағалейкум ел ағасы. Айтқан уақытыңда айтқан ақшаңмен келіп тұрмын. Бәрекелді, жарайсың. Уақытылы жүретін адамдар маған қатты ұнайды. Жоғарыдағы ағалар кішкене жеңілдік сұрап жатыр. Соған қалай қарайсыз? Әрине болады. Сендей сері жігіттің қолын қағып нем бар? Үлкен рахмет. Сауда болған соң саудаласқан жөн деп білемін. Мені сізбен таныстырған ана орыс саудагер жігіт көрінбейді ғой. Телефонда өшік тұр. Ол жігіттің аяқ астына жұмыстары шығып, Ресейге кетіп қалды. Түсінікті. Уайымдап біраз телефон соғып едім. Телефонын алмады. Міне, саған айтқан алмас. Көздің нұрын алып тұр. Егер бір мүмкіндік болса, тексеретін маманыма тексертіп алсам, қалай қарайсыз? Әрине. Онсыз болмайды. Шақыр. Міне, келіскен ақшаның барлығы мына жерде. Санап алсаңыз болады. Дайын болыңдар. Бірер минуттан кейін шабуылды бастаймыз. Түсіндіңдер ма? Орындарыңда болыңдар. Иә, түсіндім. Қабылданды. Орындарыңда болыңдар. Түсіндіңдер ма?
Ассалаумағалейкум достар. Міне біздің Алмаз атты көркем фильмімізді сіздерге ұсынып отырмыз. Біз ойлаймыз, фильм сіздерге қатты ұнады деп. Бұл фильмді басынан аяғына дейін жасанды интеллектпен жасап шықты, бірақ жаңағы дубляждың барлығы өзіміздің актерлар, ақтаулық актерлар жасады. Барлық көрерменге мың алғыс. Бұл біздің кішкентай творчествомыз. Енді Алла бұйырса, алда да әдемі көркем фильмдерді сіздерге ұсынамыз деген ниетіміз бар. Бөлген уақыттарыңыз үшін сіздерге мың алғыс. Рахмет. Thank you.